Бағдарламамызға енді ғана қосып жатқан көрермендер болса, қайырлы таң тілейміз. Бұл тікелей эфир таңғы хабар бағдарламасы. Біз бағдарламаны жалғастырамыз. Жалпы ғылым саласындағы нәзік жанды арулар тақырыбын жалғастырсақ дейміз. Иә, тағылымды сюжеттен кейін тақырыпты студиямыздың қонағымен бірге әрі қарай өрбітсек. Иә, назар аударыңыздар, студиямыздың алғашқы қонағы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысы, мемлекеттік саясат ұлттық мектебінің профессоры, PhD доктор Алуа Серікқызы Жолдыбалина арнайы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң. Жақсы. Алуа Серікқызы, неліктен саясаттану деген сұрақ келіп тұрды маған? Бұл енді қиын жол, оңай жол емес, саясатты тану, түсіну деген. Неліктен бұл саланы таңдадыңыз? Саясаттың жолы ауыр жол. Иә, әрине бұл кез келген сала, оның ішінде ғылым саласы, ол оңай сала емес. Бірақ дегенмен жаңағыдай саясаттанушы болуыма, саясаттану жаңағыдай ғылыммен айналысуыма әрине септігін тигізген ең алдымен бірінші ата-анам. Яғни ата-анам таңдауымды қолдады, сонымен қатар ата-анамның ең жақын жолдастары болды. Ол кісілер ғылым саласында оқытушы болған азаматтар, ол Аманай Байтұрым және Гаухар Хайруллақызы деген біздің отбасының жолдастары. Ол кісілер енді біз дегенмен мектеп бітірген соң әлі баламыз ғой. Соншалықты бір тұрақты ұстанымыз жоқ. Яғни әртүрлі мамандыққа жаңағыдай қызығушылығымыз бар. Ол кезде және де біз мектеп бітірген кезде заң, экономика деген мамандықтар басым болды. Содан жаңағы екі отбасылық жолдас бізге жаңағыдай маған үлкен ақыл кеңесін берді. Яғни енді ата-анаңыз саясатты жалпы ғылым саласында емес, е? Жоқ, ғылым саласында емес. Ол кісілер менің таңдауымды жаңағыдай қолдады. Мен бас кезінде жаңағыдай психология дедім, философия дедім жаңағыдай. Одан кейін бұл жерде мынау былай айтқан кезде кейде өмірде бір сәті түседі ғой. Жаңағы отбасылық жолдастарымыз жаңағыдай мен кәдімгідей әңгімелесіп, жан-жақты талқылап, сол кезде енді ол кезде мемлекетте біраз өзгерістер бар, реформа болып жатыр, модернизация процесі жүріп жатыр. Содан әрине бұл мамандықтың келешегіне қатысты осылардың жаңағыдай өте үлкен жаңағыдай сенім болды. Соған байланысты ақылдаса келе, жаңағыдай өзім саналы түрде саясаттану мамандығына барып құжатымды тапсырдым. Тамаша. Енді жалпы саясат саласындағы жалпы мамандар өзіңіз сияқты нәзік жанды арулар деп айтайықшы, көбінесе мінезі қатал, қалай айтсақ болады, бір суық болып келеді ғой негізі, е? Сіз ондай емессіз бе? Деген ұғым бар. Енді былай қарап отырмын, бір сөйлескенде ондай емес. Өте жылы жүзді. Иә. Бұл жерде әрине әлде жұмыста сондай болып қаласыздар ма? Жоқ, әрине бұл жерде енді жағдайға байланысты. Бірақ мысалы көп жағдайда мен мысалы оқытушылық жағдай жұмыспен айналысқаннан кейін, мысалы академияда сабақ беремін, институтта мысалы бөлім басқарам, қарамағымда өте көптеген мысалы жас мамандар бар, жас адамдар бар. Қаталдық дегенде бұл жерде қаталдық емес, бұл жерде кейде мысалы тәртіп талап етесің, себебі тәртіп бойынша сапа болмайды. Бірақ дегенмен жас адамдар болғаннан кейін сен өмірлік жолында жаңағыдай жинаған тәжірибеңді бәрін бөлісуге тырысасың. Бұл жерден жаңағыдай қатыгездік деп айта алмаймын, себебі бәрібір әйел адам қанша жерден бөлім басшысы болсын, бір жерден жаңағыдай мансапта болсын, бәрібір жаңағыдай әр жағында қаншалықты дегенмен жаңағыдай жан ашып, жаңағыдай бір көмектесейінші деген ниетін әрқашанда алдыға қояды. Сол себептен әрине кейде бір шешім қабылдау керек болады. Ол шешім әрине 100% барлық адамға башқан кезде сәтті немесе барлық 100% адамға ұнамауы мүмкін. Бірақ дегенмен келешекте ол шешімнің жаңағыдай бір табысты болатын, ол тиімді болатын жаңағыдай кейде оң шешім табылады. Жаңа өзгертіп тұру керек қой. Жаңа біз Айдын екеуміз бағдарламаның барысында айтып өткен болатынбыз, осы ғылым саласында Қазақстан бойынша 400 мыңға жуық әйел адамдары қызмет етеді екен. Жалпы енді әйел азаматтар үшін қаншалықты қиын осы салада жүру? Шоңғыран саясатқа кеткім жүрген. Енді бұл жерде мысалы өз тәжірибеммен айтайын, соншалықты қиын деп айта алмаймын. Себебі мысалы бізде жаңағыдай елімізде сіз әйел адамсыз, сізді жаңағыдай бір екінші орынға қою немесе бір өткізбеу деген сияқтындай жоқ. Не себептен? Себебі әрқашанда мысалы ғылыми салада оның ішінде мысалы жаңағыдай докторлық диссертацияны жазған кезде, тағылымдама өткен кезде, кеңес алған кезде әрқашанда ер азаматтар болсын, әйел азаматтар болсын, өте үлкен қолдау көрсететін. Шыны керек, мысалы кей жағдайда былай болады. Мысалы ғылым саласында жүргеннен кейін кейде мысалы жаңағыдай жоба қатысасың, ғылыми бір жобалар болады, ғылыми бір еңбек жазасың, немесе бір халықаралық деңгейде мысалы бір
конференцияға барған кезде мысалы шыны керек, онда ондай мәселе шешілген кезде керісінше қолдауды ер адамдар көрсетеді. Ер адамдар мысалы жаңағыдай барыңыз, көріңіз, мысалы жасаңыз деп жаңағыдай қолдау көрсетеді. Иә, мотивация. Сол себептен жаңағыдай әрине ондай қолдау болғаннан кейін мысалы ол соншалықты қиын емес деп. Әрине табандылық керек, әрине тәртіп керек, әрине еңбекқорлық керек. Себебі күнделікті жаңағыдай тынбай оқып, жаңағыдай бір енемен құдық қазғандай дейді ғой. Сол себептен жаңағыдай барлық мәселені мұқият қарап, оның бір түбінде шешімін тауып, мысалы өзіңнің ғылыми бір жаңалыңды, енді керемет жаңалық деп айта алмаймын, бірақ дегенмен сол жаңалық ертең елге қызмет етсе, сол жаңалық ертең жаңағыдай бір елдің дамуына себеп тигізсе деген еңбек әрине ол мысалы өте көп талап етеді. Енді Алуа ханым, жаңа айтып жатырмыз ғой, бүгін халықаралық жалпы ғылымда қыздар күні, нәзік жанды арулар күні деп жатыр. Сізді құттықтаймын шын жүректен. Рахмет. Бірақ енді маған сұрақ туындап отыр, неге ер адамдар күні жоқ? Ғылымдағы ма? Енді жалпы қызметкерлер күні бар ғой дегенмен, әйелдерді бөліп жатады, неге еркектер қалып кетеді деп жатқан ғой. Бізге бір арнайы не қылмайсыздар ма? Енді сіздерде енді жалпы ғылым күні деген бар, ол 12 сәуір. Бірақ дегенмен бұл жерде жаңағыдай әйелдерді ерекшелеп, әйелдерге қатысты жаңағыдай жеке күн арнау, ол әрине халықаралық дәстүр. Бұл енді Біріккен ұлттар ұйымының дәстүрінен келе жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық ұйым ретінде жаңағыдай гендерлік тепе-теңдік, әйел теңдігі деген жақты ұғымға өте соған байланысты кетесіз ғой. Өте мән береді. Әрине ол 8 наурызда бар дегенім ғой. 8 наурыз ол кәдімгі халықаралық күні ғой. Бұл жерде енді ғылым деп мысалы мынандай зерттеулер бар. Көптеген соңғы зерттеулерде елдің экономикалық өсімі әйел адамның жаңағыдай еңбекке қатысуына байланысты екен. Мысалы, егер сіздер жай ғана бақылап жүрсек, мысалы бүгіндегі мысалы Сауд Арабия елі, ол ең дәстүрлі, мысалы бүгінде жаңағыдай әйел адамдарға көп жағдайда жаңағыдай енді жұмыс істеуге болмайтын жаңағыдай тыйым бар. Бірақ оған қарамастан соңғы біз 3 жыл жаңағыдай араб жаңағыдай елдерінің жасап жатқан жаңағыдай іс-шараларына немесе жатқан бір назар аударып жатырмыз. Сіздер білесіздер, соңғы жылдары ол жақта жаңағыдай әйелдің керісінше жұмысқа қатысуына байланысты жаңағыдай енді пікірталас болып, содан олар жаңағыдай жұмыс істеуге рұқсат берді. Не себебі жаңағыдай көптеген болжамдар бойынша, мысалы, егер де әйел адам жаңағыдай экономикалық мысалы өсімге, экономикаға жаңағыдай саяси қатысса, яғни жұмыс жағынан, ол 21% өсім береді екен. Яғни әрине бұл жерде бірден жаңағыдай билік басына жаңағыдай мансапқа емес, бірақ дегенмен білім беру саласы болсын, медицина саласы болсын, бала тәрбиелеу болсын, жаңағы балабақшада жұмыс істесе де, ол экономикалық өсім береді екен. Ал біздің осы еліміздегі әйел адамдардың жалпы саясаттағы белсенділігі қандай? Ғылым саласында қандай баға берер едіңіз? Енді біздегі мысалы әйел адамдардың белсенділігін жоғары бағалауға болады. Себебі мысалы бізде әлемдік арнайы көрсеткіш бар ма? Бар бізде, иә. Мысалы әлемдік гендерлік тепе-теңдік индекс деген бар. Бұл индекс яғни әлем бойынша жүргізіледі. Сол рейтингте, мысалы индексте біз 43-ші орындамыз. Қазақстан үшін бұл өте әлемде, иә? Әлемде, иә. Бұл 43%. Бірінші орындағы әйел? Бірінші орында бұл жерде скандинав елдері. Яғни бұл жердегі әрине олар мысалы жаңағыдай біздегі мысалы олар қарайды неге? Мысалы бізде парламентте, оның ішінде мәжілісте 22% бізде әйел азамат. Егер 2011 жылғы көрсеткішпен салыстырсаңыздар, бұл 2 есе көп. Одан бөлек маслихатты алайық. Маслихаттыда бізде аймаққа байланысты әрине, кейбір аймақтарда 22%, кейбір аймақтарда 30%-ден асады. Бұл да жақсы көрсеткіш. Бұл яғни жаңағыдай белсенділіктікі. Одан бөлек тағы да бір көрсеткіш, мысалы енді әлем саяси партиялардағы мысалы жаңағыдай басшылықтар жоқ ғой. Сол басшылықтың өзінде бүгінде мысалы 25%-ға жуығы ол мысалы жаңағыдай әйел азаматтар. Бұл қаншалықты дегенмен үлкен белсенділік. Енді осы жерде айтуға болады ғой, мысалы осы студияда да 2 әйел отыр. Елімізде қазіргі таңда елбасы жолдауының, сонымен қатар рухани бағдарламасы аясында елбасымыздың ұлы даланың 7 қыры мақаласының төңірегінде жалпы көптеген жұмыстар қолға алынып жатыр. Енді өздеріңіз қандай бастамаларды жүзеге асырмақшысыздар? Енді біз институт ретінде біз жаңағыдай рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асуының тиімді жүзеге асуына байланысты біз зерттеулер жүргіземіз. Одан бөлек жаңағыдай
ұлы даланың 7 қырына байланысты мысалы жаңағыдай жобаларға бір ұсыныстар береміз, яғни ол жобаларды қалай тиімді жүзеге асыру керек, қандай мысалы инновациялық немесе бір креативті идеяларды қосуға болады, оны жүзеге асыруда мысалы қандай механизмдерді немесе бір құрал тәсілдерді қолдануға болады деген сияқты бойынша біз өте ұсынысты көп дайындаймыз. Яғни әрине бұл бірден айту керек, бұл топтық жұмыс. Бұл мысалы тек қана біз немесе біздің институттың басшылығы ғана дайындайды емес. Бұл жерде мысалы топтық жұмыс бұл үлкен. Мысалы біз топтық жұмыс барысында көптеген талқылаулар жасаймыз, пікірталас болады бізде. Бізде жаңағыдай бағалау деген бар. Сол себептен біздегі жаңағыдай қызықты мысалы зерттеу аналитикалық жұмыс әрине бізде өте үлкен. Жалпы жоспар құрып тұрасыздар деген Иә, сияқты. жоспар құрып. Енді ел халқының қанша бөлігі азаматтық белсенді деп ойлайсыз? Сондай бір әлеуметтік сараптама жүргізіп отырсыздар ма сіздер? Енді біз әрине көп жағдайда зерттеулерді әлеуметтік сауалнама жүргіземіз. Шын мәнісінде Яғни халықтан, иә? Иә, халықтан. Халықтан мысалы азаматтық белсенділікті қалай бағалауға болады? Біріншіден сұрақ қойылады, иә, мысалы сіз өзіңіздің үйіңізде мысалы үйіңізде немесе далада, есік алдында, немесе мемлекетте, немесе жұмысыңызда болып жатқан үшін қаншалықты жауапкершілік аласыз деген. Сондай сұрақ арқылы ғана мысалы азаматтың белсенділігін анықтауға болады. Неғұрлым азаматтың белсенділігі, жауапкершілігі ел деңгейіне дейін өседі, яғни азаматтық белсенділік үлкен деген сөз. Содан байқауға болады. Содан байқауға болады, иә. Сол деген. Яғни соңғы зерттеулер бойынша біз қарасақ, әрине басым бөлігі бізде азаматтар өзінің отбасындағы, сонымен қатар жұмысындағы мәселесі үшін жауапкершілігі үлкен. Яғни шамамен бір енді 70%-ді құрайды. Ал мысалы аймақ, яғни облыс деңгейінде немесе ел деңгейіндегі жауапкершілігі сәл төменірек, жағдай енді отбасылыққа қарағанда. Бірақ дегенмен ол үлкен көрсеткіш. Мысалы соңғы жылдары бізде 3 жылда немесе 5 жылдағы жағдай мониторингтік зерттеулер қарасақ, бізде өсіп келе жатыр. Яғни халықтың мысалы 50%-ға жуығы мысалы бүгінде елде болып жатқан немесе аймақта болып жатқан мәселе үшін өзінің жауапкершілігін алуы, ол оның азаматтық белсенділігін. Сонымен қатар мысалы біз әрине мынау ашық үкімет дейді ғой, яғни электронды үкімет. Сол жерде мысалы сіздер білесіздер, ашық диалог деген портал бар. Сол порталда мысалы жаңағыдай сұрақ қойылады, сауал қойылады, мемлекеттік органдардың басшыларына сұрақ қойылады. Әрине сол жердегі мысалы комментарий, сол жердегі пікір, сол жердегі сауалының деңгейіне қарап отырып, біз азаматтардың бүгінде электрондық құралдар арқылы өзінің азаматтық белсенділігін көрсеткендігін мысалы байқаймыз. Одан бөлек мысалы бізде жаңағыдай нормативтік құқықтық акт деген портал бар. Сол жерде заңнама жарияланса, мысалы жоба, сол кезде азаматтар жаңа талқылауға. Яғни сіздер соңғы біз алайық, сонымен қатар дінге қатысты бізде заңнама қабылданды, иә, мысалы оның өзінде үлкен пікірталас болды. Яғни әлеуметтік желіде болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік жаңағыдай басқа да алаңдарда пікірталас болғандықтан бізде бұл заңнаманың жаңағыдай әлі толықтырылып жатыр. Яғни бұл бүгіндегі азаматтардың қатысуы. Жалпы бұл енді еліміз бойынша бүкіл азаматтарды айтып отырмыз ғой, жалпы. Ал жастарға келетін болсақ, енді бұл биыл жастар жылы деп жатырмыз. Жастардан не күтеміз? Енді шыны керек, қазіргі жастар әрине біздің жаңағыдай кезіміздегі жас болған кезімізге қарағанда өте бәсекелес. Яғни бүгінде мысалы бәсекеге қабілетті. Өте бәсекеге қабілетті. Мысалы мен қазір өзім мысалы академияда сабақ беремін мемлекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар біздің институттағы жаңағыдай жас мамандарға қараймын. Қуанарлық. Шыны керек, қуанасың бұл жағдай үшін, себебі бүгінде 3 тілмен ешкімді таңғалдыра алмайсың. Яғни жастардың бүгін 3 тіл білуі ол қалыпты жағдай. Бүгінде жаңағыдай 4-5 тіл білем деген жағдай ол қыздар өте көп. Одан бөлек мысалы бүгінде мысалы жаңағыдай Стэнфорд, Гарвард, Кембридж университетінде оқимын, сол жақта тағылымдама өтемін, сол жақта қорғаймын деген жағдай жастардың мысалы былайша айтқан кезде мен талпынысы өте құптарлық. Сол себептен бүгінде жастар өте белсенді. Яғни мүмкіндік көп қой дегенмен. Мүмкіндік берілген, қарастырылған дейсіз ғой, иә. Алло, Серік қызы, бүгін бағдарламамызға келіп алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі тақырып аясында жақсы мағлұмат бергеніңізге рахмет айтамыз сұхбатыңызға. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Мерекеңіз құтты болсын тағы да. Рахмет. Ғылымдағы еңбегіңізге жеміс тілейміз, елене берсін. Рахмет.